Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шағымыздың бал дәмі орешкелар дайындайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қант ұнтағын қосып, миксермен араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бір жұмыртқамызды, сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осындай ақ масса пайда болғаннан кейін үстіне шым-шым тұзымызды қосып, тағы да араластырамыз. Енді ас содасының үстіне бір шай қасық уксус қосып, ас содасын қозғап аламыз. Ас содасы бізде көпіреді. Осы көпірген ас содамызды массамызға қосып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Массамызды жақсылап араластырып болғаннан кейін кішкене қасықтың ұшымен ванилин және електен өткізген ұнымызды қосып, жақсылап қамыр елейміз. Ұнымызды бірден қоса салмаймыз. Сіздерге описание бөлімінде жазылған ұннан кем немесе аз мөлшерде кетуі мүмкін. Сол үшін жайлап қосып, осындай видеодағыдай қамыр пайда болғаннан кейін салафанға салып, холодильникке 15-20 минутқа қоямыз. Мінеке осындай қамыр пайда болды. Енді осыны пищевой пленкаға орап, қамырымызды 15-20 минут көлемінде холодильникке салып қоямыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінеке қамырымыз холодильникте 20 минут көлемінде тұрды. Енді қамырларымызды орешницамыздың көлеміне қарай бөліп аламыз. Менде витек орешницасы, сондықтан мен 4-5 граммнан бөліп алдым. Алдын ала орешницамызды қыздырып алдық. Қызып тұрған орешницамызға салып пісіріп аламыз. Егерде сіздерде бұрынғы совет өкіметі кезіндегі орешница болса, тіптен жақсы. Ол кезде 10-12 граммнан бөліп алып пісіріп аласыздар. Мінеке осылай қызартып пісіріп аламыз. Енді қалған бөліктерін осылай бөліп видеодағыдай барлық қамырларымызды пісіріп аламыз. Бұл орешкелардың жасалу жолы өте оңай, құрамы да қарапайым, үйдегі бар заттардан тұрады. Мінеке барлық орешкеларымызды осылай пісіріп алдық. Енді бізге вареный сгущенка керек. Енді мен оның қасына осындай арахисті блендерден өткізіп қостым. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Енді вареный сгущенкамызға жаңағы блендерден өткізген арахисімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Орешкелардың әр бөлігіне жарты шай қасықтан салып, видеодағыдай бір-біріне біріктіреміз. Біздің орешкеларымыз дайын болды. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе үйіңіздегі балаларыңыздың көңілінен шығатыны сөзсіз. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.